Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен аджиканың жасалу жолымен бөліскім келеді. Жасалу жолы өте оңай, дәмі керемет, тәбетті ашатын болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Бізге қажетті заттар: қызыл тәтті бұрыш, қызанақ, сарымсақ және ащы бұрыш. Барлық көкөністерді алдын ала жуып, тазартып, ет тартқыштан өткізуге дайындап аламыз. Сонан соң ет тартқыштан өткізілген қызанақтың үстіне қызыл болгар бұрышын қосып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Және қайнату үшін газге қоямыз. Қайнауға жақындаған кезде осылай көбіктер бетіне шығады, оны араластырып жібереміз де қайнағанын күтеміз. Осылай қайнап шыққан кезде алдын ала турап дайындап қойған қызыл ащы бұрышымызды саламыз. Ет тартқыштан өткізіп салсаңыздар да болады, мен осылай турап салдым. Толық құрамды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын, сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Төменгі отта шамамен 45 минуттай қайнатамыз. 45 минут өткеннен соң үстінен алдын ала ет тартқыштан өткізілген сарымсағымызды және 2 ас қасық тұз қосып араластырамыз. Сіздер дәміне қарай қоссаңыздар болады. Мен 2 ас қасық тұз қостым. Сонан соң шамамен 120 мл сұйық майды қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз да 15 минут төменгі отта қайнатамыз. Сонан соң алдын ала турап дайындап қойған аскөкті салып араластырамыз. Аскөк біздің аджикамызға ерекше дәм береді және түр береді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сөзсіз. Укропты салғаннан соң төменгі отта тағы да 5 минуттай қайнатып аламыз. Сонан соң біздің аджикамыз дайын. Дайын болған аджиканы алдын ала жуып, тазартып қойған шыны банкілерімізге құйып, қақпақтарын жауып аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта сіздермен түрлі пайдалы, дәмді, оңай дайындалатын рецепттермен бөлісетін боламын. Әлеуметтік желі арқылы достарыңызбен бөлісіп, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар болады. Аджиканы осылай барлық банкілерге құйып аламыз да қақпағын осылай бұрағыштың көмегімен жауып аламыз. Қақпақтарының жақсы жабылғандығын тексеріп, банкілерімізді орап, бір түнге қалдырамыз. Осымен біздің аджикамыз дайын болды. Байқағандарыңыздай жасалу жолы өте оңай, дәмі керемет, тәбетті ашатын болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Ас болсын!